Ресейде, Сібірде және Алтайда барлық сиырларды үкімет өлтіре бастады. Ол қазір екі мемлекетте болып жатыр, яғни ол дүниежүзілік саясат. Сонымен қоса ветстанциялардың барлық нормаларды сақтамау, ол яғни саяси іс-әрекет екені түсінікті. Менің естігенім, Францияда да фермерлердің сиырларын жұқпалы нодулярный дерматиттік ауруға шалдықты деп көздерін құрта бастады. Франция президенті Макронның айтуынша, енді олар сиыр етін Аргентинадан тасымалдайтын болады. Ал ресейлік үкіметтің айтуынша, олардағы жұқпалы ауру ол пастерлез және яшур. Пастерлез және нодулярный дерматит олар Сібір жарасы сияқты емес, сондай ауырған малды емдеп шығуға болады. Ресейде эпизодиялық ситуациядағы ветстанцияның алгоритмі дұрыс сақталмай тұр. Яғни ветеринарлық станция 50 бас малдан қан алу керек. Егер адамда 50 бастан көп болса, онда ішінен таңдамалы 50 бастан қан алады. Оларды лабораторияға жіберіп, нақты ауруды айқындау керек. Ол актыны адамға көрсету керек. Сонымен қоса әр өлтірген малдың нөмірін өздеріне жазып алып тіркеу керек. Яғни фермерге малын өлтірген жағдайда үкімет атынан компенсация берілуі керек. Себебі эпизодиялық ситуация ол ең біріншіден ветстанцияның қателігі. Үкіметке өзіндегі малдарды құрту тиімді ме? Әрине жоқ. Себебі бұл тағамдық қауіпсіздік. Сонда біз осы жерде жекеменшік фермердің және қала тұрғыны, сонымен қоса агрохолдингтің айырмашылығын түсіну керекпіз. Жекеменшік фермер ол тәуелсіз. Мысалы, қала адамының банктегі шотын бұғаттайтын болса, ол оны ашу үшін барлығын істейді. Себебі банктағы шоттың тоқтағаннан бастап, оның өмірі бірге тоқтайды. Жекеменшік фермерді қарастыратын болсақ, оның банктегі шотын бұғаттама, ол күнделікті өзінің өмірімен айналысады. Неге? Себебі ол тамақта отыр. Ал агрохолдингті алатын болсақ, ол тікелей үкіметке бағынышты. Искусственный интеллект дамып келе жатыр. Камералар искусственный интеллектпен дамып келе жатыр. Электрондық ақша шығарайын деп жатыр. Сонымен қоса виртуальный реальность дамып келе жатыр. Яғни оның барлығы жеке түрде жаңа заманауи технология. Ал егер ол барлық технологияны бір жерге, бір мемлекетте қосатын болса, ол меніңше халықты нақты бақылау жүйе болып табылады.